Сапарбайұлы Мәжит Бегалиннің туғанына 100 жыл. Тұлпардың ізі. Мәжит Бегалин мектептегі соңғы қоңырау аяқтала салысымен Қызыл әскер қатарына шақырылды. Артиллериялық кіші командир курсын тамамдағаннан кейін ол соғысқа жіберілді. Осылайша Мәжиттің әскери өмірі басталды. Қанды шайқастардың бірінде Мәжит Бегалин ауыр жарақаттанып, келешек режиссер қолынан айырылды. Бірақ рухы мен ерік-жігерін жоғалтпаған Мәжит Бегалин үміті мен сенімін ту етіп ұстап, бейбіт өмірдің ортасына сіңіп кетеді. Мәжит Сапарғалиұлы жинақы, шымыр тұлғалы еді. Ат үстінде сенімді отыратын, суға жүзгенді, мұз айдында сырғанағанды, шахмат пен волейбол ойнағанды жақсы көруші еді. Жылдар өткеннен кейін ол халық қайғысын өз фильмдерінде көрсетіп, ұрыс даласында тайсалмай шайқасқан қазақтың көрнекті ұл-қыздары туралы әңгімелейді. Ол көзімен көргендерін фильміне түсіреді. Соғыс аяқталғаннан кейін Мәжит Бегалин Ресейлік кинематографиялық институтына түсіп, Сергей Герасимовтың, Татьяна Макарованың тәлімін алады. Институтты тамамдағаннан кейін ол ұстазының картиналарында жұмыс істейді. Мәжит Сапарғалиұлы Бегалин қазақ киномонограф негізін қалаған ұлы қайраткер ретінде танылды. Ол КСРО мен Қазақстанның кинематографистер одағын құруға белсенді түрде атсалушылар қатарында болды. Режиссер бүкіл одақтық кинофестиваль әділ қазылар мүшесі болды. Оның кино фильмдері конкурстық және конкурстан тыс көрсетілімдерге қатысты. Мәжит Бегалин аяқ астынан қайтыс болды. Ол Жамбыл қаласында кино түсірілімге барған жерінде жүрегі ұстап, оны Алматыға жедел алып келгенімен құтқаруға мүмкіндік болмай, 1978 жылдың 5 мамырында Мәжит Бегалин Сапарғалиұлы бақилық болып кете барды. Кино, режиссер, майдангер Мәжит Сапарғалиұлы Бегалин ұрпақтардың жадында мәңгі қалады.